Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен Қарағанды облысы, Абай қаласы, нөмір 1 қосымша білім беретін мектеп орталығының бастауыш сынып мұғалімі Смайлова Оразгүл Ахметовна. Балалар, сабақты бастамас бұрын мына суреттерге мән беріп қарайық. Бірінші суретте жерді сиырдың көмегімен жыртуда. Екінші суретте алыс-алыс жерлерге көшкен кезде түйені пайдалануда. Үшінші суретте шөпті орақпен орып, қолмен жинауда. Төртінші суретте кітапты шамның көмегімен оқуда. Балалар, бұл адамдардың өткен өмірі. Ал енді осы өткен өмірменен қазіргі өмірді салыстырайықшы. Қазір бізде жерді тракторменен жыртады. Алыс-алыс жерлерге көшкен кезде көліктің түр-түрін пайдаланады. Ал шөпті орып, оны комбайнмен жинайды. Ал кітап оқығанда электр тоғын пайдаланады. Қалай ойлайсыңдар, балалар? Сол кездегі адамдар осы қазіргідей өмірді армандады ма? Әрине армандады. Олардың армандары орындалды ма? Әрине орындалды. Олай болатын болса, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 4-ші сынып әдебиеттік оқу 91-ші сабақ армандар орындалады. Сабағымыздың мақсаты шығарманы іштей көз жүгіртіп, шолып, түртіп алып, сұрақтар қоя отырып, қажетті ақпаратты тауып, белгі қойып оқу, талдау жасап оқу, сын тұрғысынан бағалап оқу, мұғалімнің көмегімен шығарманың құрылымын, стилін жетілдіру, өз бетінше сын тұрғысынан бағалау және лексикалық, орфографиялық, пунктуациялық қателерді тауып түзету. Балалар, бүгінгі біз сабағымызда ақын Бүркіт Ысқақовпен танысамыз. Ол кісі 1924 жылы Қарағанды облысы Нұра ауданы Көкмөлдір ауылында дүниеге келген. Ақынның «Отан», «Сенің отаның», «Кім жүйрік» тағда басқа өлеңдері бар. Бүркіт Ысқақов орыс ақындарының шығармаларын қазақ тіліне аударған. Ал ақынның өлеңдері орыс, өзбек, татар, тағда басқа тілдерге аударылған. Ал балалар, бізге тірек сөздер таныс қой. Олай болатын болса, осы ақын туралы мәліметті нақтылау мақсатында бізге мынадай тірек сөздерменен кесте берілген. Тірек сөздер: аты жөні, туған жылы, туған жері, шығармалары, ақпарат. Енді осы тірек сөздерді пайдалана отырып, кестені толтырайық. Аты жөні Бүркіт Ысқақов, туған жылы 1924, туған жері Қарағанды облысы, шығармалары «Отан», «Сенің отаның», «Кім жүйрік» тағда басқа. Ақпарат: ол кісі ақын. Олай болатын болса, Бүркіт Ысқақовтың бүгін біз «Қанатты қиял» деген өлеңімен танысамыз. Мен оқимын, сендер мұқият тыңдаңдар. Қанатты қиял. Жазғы тұрым жайлы кеш, аулақта отыр қарт ата. Қасындағы ұлына әңгіме шертін тарқата. Шырағым, деді ол, ертеде ұшатын кілем болыпты. Айшылық алыс жерлерге шапшаң жетіп қоныпты. Адам оған ауыр жүк, артып көкке ұшыпты. Кең аспанды аралап, айды, күнді құшыпты. Тыңдап сөзін атаның, оқуға жүріп ұл кетті. Содан бері арада талай ай, күн, жыл өтті. Қайтты бір күн баласы, самолетін самғатып, өнерімен ұшқыштық көрген жанды таң қалтып. Осылайша атаның қиялын сан ғасырлық, шығарып біз шындыққа
іс жүзіне асырдық. Балалар, біз бұл шығарманы талдамас бұрын, өлеңдегі бізге таныс емес сөздердің мағынасын ашып алуымыз керек. Ол үшін бізге сиқырлы сандықша берілген. Сол сөздер сандықшаның ішінде. Сандықшаны ашайық. Бірінші сөзіміз шерін тарқата, яғни ол әңгіме айту деген мағынаны береді. Екінші сөзіміз құшыпты, яғни ол құшақтау деген мағынаны береді. Олай болатын болса, балалар, өлеңнен, қарттың әңгімесінен ертедегі адамның жақсы өмір туралы қиялын тауып оқиық. Ал таптық па, балалар? Әрине. Ұшатын кілем болыпты, айшылық алыс жерлерге, шапшаң жетіп қоныпты. Адам оған ауыр жүк, артып көкке ұшыпты. Кең аспанды аралап, айды күнді құшыпты. Келесі тапсырма. Балалар, ақын өлеңнің тақырыбын неліктен қанатты қиял деп атаған? Әрине, бұл өлеңде, балалар, қарт ата ұшақты армандады. Ал ұлы қарт атаның сан ғасырлық қиялын, яғни арманын орындады. Ол ұлы алыс жерге оқуға кетіп, яғни ұшқыш болып, өзінің өнеріменен елді таң қалдырды. Армандар орындалады ма екен, балалар? Әрине орындалады. Ол үшін біз еңбектеніп білім алуымыз керек екен. Келесі мынадай пікірді дәлелдейік. Тұжырымдар. Қарттың баласына айтқаны: А. Ертегі, Ә. Шындық. Олай болса, қарттың баласына айтқаны ертегі. Жоқ, шындық. Иә. Әрі қарай кеттік, балалар. Бізде өлеңімізде айтылуы менен жазылуына байланысты кейбір сөздерге мән беруімізге тура келеді. Ол қандай сөздер екен? Әрине, ұшқыш және өнер деген сөздер екен. Енді ұшқыш деген сөздің айтылуы ұшқыш, өнер деген сөздің айтылуы өнер. Енді біз осы сөздерді дұрыс жаза білуіміз керек. Яғни ұшқыш, өнер деп қатесіз жазуымыз керек. Ал балалар, алдымызда мынау мидың суреті. Яғни бұл не деген сөз? Бүгінгі біз сабақта нені ұқтық, нені үйрендік? Яғни біз бүгінгі сабақта өткен күндер мен қазіргі өмірді салыстыруды, өлеңнің авторымен таныстық, сиқырлы сандықшадағы сөздердің мағынасын аштық, сөздердің айтылуы мен жазылуына мән бердік, өлеңнің ертегі немесе шындық екенін ажыраттық. Шығармадан қажетті ақпаратты таба алдық. Сау болыңдар, балалар.